Дикий кабан харам ба дейді. Дикий кабан, не дикий кабан, добрый кабан, дрессированный кабан, ақылды кабан, умный кабан, сөйлейтін кабан, үйдегі кабан, даладағы кабан, сникерс, кока-кола ішетін кабан бәрібір харам. Неге? Өйткені оның жаратылысы полностью әуел бастан харам. Ол жегеннен емес. Біреулер бүйтеді да, ол дикий, ол далада тамыр жейді, үйдегідей мусор жемейді дейді да. Ана балшыққа аунамайды дейді. Разница жоқ. Сен оған бешбармақ берсең де ол арам. Оның полный жаратылысы арам. Сол үшін жеуге болмайды. Дикий, не дикий роль ойнамайды ол жерде. Добрый болса да даже. Сөйлейтін кабан болса, добрый утро деп тұрса да бәрібір арам. Жеуге болмайды. Біреулер сондай шығарып, ол дикий ғой деп. Үйдегісі арам, анау арам емес дейді. Жоқ, арам.